Қайырлы таң баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Егер сіз мені эфирден, запистен көріп отырған болсаңыз, міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Осы бүгінгі эфирда мен байлықтың формуласын сіздерге беретін боламын. Сондықтан соңына дейін қараңыздар, күнделікті беріліп жатқан тапсырмаларды орындап жүріңіздер. Ең бастысы сіздермен бүгін мен айтқым келіп отырғаны, сіздерді бүгінгі тәуелсіздік күні мерекесімен құттықтаймын баршаңызға. Еліміз әрдайым аман болсын, жеріміз тыныш болсын, және де әрбір отбасында береке бірлік болсын. Енді біз бүгінгі өзіміздің марафонымызды бастайық, жалғастырайық. Мен барлығы естіліп, көрініп тұр деп ойлаймын. Себебі қалыпты жұмыс жасап тұр телеграм-канал. Қазір біз ең алдымен өзіміз рахаттанып, бір тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Ал дайын болсаңыздар, суларыңызды ішіп алыңыздар. Біздің ішетін, аш қаранға ішетін суымыз жылы, немесе сәл ыстық болу керек, міндетті түрде. Сондықтан үнемі сондай суды тұтыныңыздар. Не бір рет қайнатылған су ішіңіздер, немесе таза фильтрленген судан ішсеңіздер болады. Мен жалпы өзім көп қайнатып ішпеймін. Экранды былай бұрайын камераны. Кішкене камераны сақтап. Ойлаймын баршаңызға, енді қалыпты терең тыныс алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Баяу демді шығардық. Өте керемет. Еңбекке жасағандарыңыз үшін рахмет айтамын. Егер сіз записьті көріп отырсаңыз, міндетті түрде осы тыныс алу жаттығуын жасаңыз. Тыныс алу жаттығуының пайдасы өте. Сіз оны бірден сезінбеуіңіз мүмкін, уақыт өте келе түсінетін боласыз.
Енді эфирімізді әрі қарай жалғастырайық. Бүгін біз сіздермен армандарымызды жазамыз, иә? 3 арманыңызды біз күнделікті жазып жүрміз. 3 арманыңызды өзіңізге жазып алыңыз. Қандай арманыңыз бар? Мен үнемі айтамын, осы 3 арманмен бір ай 30 күн жұмыс жасаймыз. 30 күн арманымызды жазамыз, елестетеміз, визуализация жасаймыз міндетті түрде. Ең соңғы нәтижені содан кейін біз оны сезінеміз. Сезіну өте маңызды. Сіз сезінген кезде армандарыңыз сіздің тез орындалады. Менің яркісім азайып қалды, білмеймін не себепті екенін, бары 100%-ға қойып қойдым. Жақсы, ең бастысы көрініп тұрмын деп ойлаймын. Енді армандарыңызды жазып алдыңыз, бүгінгі күнге жоспар құрыңыз. Бүгінгі күні сіз не жасайсыз? Алдымен кешегі күнге көз жүгіртіп, сол жерде орындалған, орындалмаған әрекеттерге белгі қояйық. Белгі қойғаннан кейін бүгінгі күнге жазатын жоспарларымызды орындаймыз. Яғни жазамыз дегенсіз. Яғни біз армандаймыз, иә? Сол армандарымызды мақсатқа айналдырамыз. Өзіміздің сол мақсатқа күнделікті қалай жетеміз? Күнделікті біз соған қандай шаг жасаймыз? Сол арманымызға қарай. Сол үшін, именно сондай пункттарды ұмытпау керекпіз. Ол біздің өзімізбен жұмыс істеуіміз, иә? Біздің энергиямызды арттыруымыз, өзіміздің энергия тең болады, неге? Ақшаға. Сіздің энергияңызға байланысты ақша солай келеді. Сіз қаншалықты көп еңбектенесіз, керісінше қаншалықты көп энергия шығарасыз, соншалықты сізге ақша келеді. Энергияңызды қаншалықты жоғары көтересіз, соған қарай бізге ақша келеді. Және де энергиямыз жоғары болған кезде бізге сол ақша келуге түрлі идеялар келеді миымызға. Сол идеяларды, мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыздар. Егер сондай бір идея келіп қалса, міндетті түрде жасаңыз. Көп уақытқа созбаңыз, міндетті түрде жасау керек. Сол кезде мына біздің миымызға келді. Миымыз бізге сенеді, біздің орындай алатынымызды біледі. Сол кезде бізге ол түрлі керемет идеяларды жібере береді. Ал егер біз бір рет айтылған идеямыз келді, біз оны идеяны ойымызда сақтап жүрдік, ойладық, былай ойладық, жатсақ та, тұрсақ та, бірақ әрекетке көшпесек, оны біз орындап, вот деп миымызға көрсетпесек, сол кезде біздің миымыз келесі жаңа мүмкіндіктерді бізге дұрыс бермейді. Ол айтады, сен бәрібір істемейсің, саған неге керек ондай идеялар? Солай жата бер дейді. Жатқан жерінде жата бер деп. Сондықтан міндетті түрде жазыңыздар, не қалайсыздар, соны жазу керек. Күнделікті жоспарларыңызды жазып алдыңыздар деп ойлаймын. Көп керек емес, иә, ең бастыларын жазамыз. Бүгінгі күні сол сіздің өзіңіз арманыңызға қарай қадам басып жатқан әрекеттеріңізді жазасыз, бірақ та дәл осы сәттегі кереметтерді, өмірдің берген керемет бір сәттерін естен шығармаңыздар. Оларды сезіну керек. Мысалға, сіз балаларыңызбен ойнайсыз, иә? Күнделікті бақытты сезінесіз, билейсіз бірге. Яғни өзіңізге, мысалға, адамдар билеген кезде бақытты болады ғой. Сезінеді бақытты кәдімгідей, иә? Адамның энергиясы көтеріледі, билеген кезде, музыка тыңдаған кезде жақсы өзіңізге ұнайтын. Сондықтан өзіңіз жоспарыңызға жазып қойыңыз. Бүгін мереке. Сол мерекеде мен отбасымен бір керемет музыкада билеймін деп. Соны да жазып қойыңыздар. Бұл өте бір керемет техника, билеу деген. Аптасына 2 рет, немесе 1 рет тым болмаса билеп тұрыңыздар. Негізі бұл адамдар айтады, күнде билеу керек деп. Күнде отбасымен, егер сіз отбасыңыздың бақытты болғанын қаласаңыз, сол бір сәтті сезініп, отбасымен бірге билеу керек. Ондай бізде болып тұрады,
бұрын ұлдармен жүрген кезімде, 2 ұлым ғана болған кезде, біз үнемі билейтінбіз, жолдасым екеуміз. Мен ол кезде мысалға өзімді өзім зерттеп жүрген жоқпын ғой, ол кезде университеттің алған білімімен осымен жүре берем деп ойлайтынмын. Маған осы жетеді деп. Шын мәнінде мен сол кезде өте қателесіппін. Мен оны білмесек те, біз отбасымызбен сондай бір билейтін сәттер бізде керемет сәттер болатын. Бір-бірімізді құшақтап, сол бір сәттер керемет. Сондықтан соны сезініңіздер, балаларыңыз үлкен болса да, соған сезіндіріңіздер сол бір сәтті. Енді яркосын қазір тағы бір қарап қояйын, қараңғы болып тұрған сияқты. Ой, қайда кетіп кетті? Яркосы жоғары болып тұр. Сол, енді жаздық. Енді кешегі күнгі жетістігіміз қандай? Міне осы туралы жазатын боламыз. Кешегі күні, демалыс күні, қандай жетістікке жеттіңіз? Не жасадыңыз? Қолыңыздан не жасау келді? Міне осы туралы жазасыз. Мысалға, мен кеше өзім инстаграмда жазған болатынмын. Бізде тазалану күні деп, бала шағамызбен генеральная уборкаға кірісіп кеттік деп. Шын мәнінде кеше біз үйге тазалап шықтық, бүкіл түкпір бұрыш-бұрыштарлардың барлығын шаңын сүртіп, ұлдарыммен бірге істеп шығардым. Содан кейін бір керемет өзімде бір сезім болды. Яғни мен өзімнің істеймін дегенімді орындадым. Сол кезде сіздер де сондай сезімде боласыздар. Істей алатыныңызды біліп көрген кезде. Кешегі жетістіктеріңізді жазып шығыңыздар. 4-5 пункт жазсаңыздар жеткілікті деп ойлаймын. Егер сіз одан да көп біліп, сезіп, көріп жазсаңыз, өзіңіздің жетістігіңізді жазуға болады. Шектеу ешқашан қоймаңыздар. Шектеу жоқ, біздің миымызда да ештеңеде шектеу жоқ. Сол жазыңыз келіп тұр ма? Жазыңыз. Эфир біткесін жазыңыз, немесе мені тыңдап отырып жазыңыз әрі қарай. Рұқсат. Бүгін біз керемет бір тақырыпта әңгіме қозғаймыз. Барлық адам табысты болғысы келеді. Соның ішінде мен де бармын. Менің осы марафонға қатысып жатқан ханымдарым да бар. Барлығымыз табысты болғымыз келеді. Бұлай қарап тұрсаңыздар, табысты болу бізге не үшін керек деп өзіңіз сұрақ қойып көрдіңіз бе? Өзіңізге бір отырып өзіңізге сұрақ қойыңыз. Табысты болу, көп ақшамның болуы не үшін керек? Бұл жерде табысты деген сөздің ішінде тек қана біз мынау ақшаны ғана енгізбейміз. Гүлнар ханым, сәлеметсіз бе? Қайырлы таң, бүгінгі мереке құтты болсын. Біз ақша тақырыбына әңгіме айтып отырмын. Записьті сақтаймын деген ниетпен әңгіме айтылып жатыр. Яғни біз табысты болу не үшін керек деп өздеріңіз сұрақ қойып көріңіздер. Сосын соған жауап іздеңіздер. Табысты болған кезде бізде қайырлы таң естіліп тұрған шығармын деп ойлаймын. Естіліп көрініп тұрмын ба? Мерекеңізбен дейді. Рахмет. Естіліп тұр, жақсы, рахмет. Яғни осы сұрақты өздеріңізге қойыңыздар. Не үшін маған керек? Табысты деген сөздің астарында жалпы екі түрлі мағынада, біз айтамыз. Біріншісі біздің ішкі жан дүниеміздің жақсаруы. Ең біріншісі ішкі жан дүниеміздің жақсаруы. Яғни біз ішкі сезімдерімізбен, ішкі халімізбен дұрыс жұмыс жасай алсақ, ол біздің сыртқы әлемімізге де өте керемет әсер етеді. Оны сіздер білесіздер. Егер сіз өзіңіз өзгеріп, өзіңіз жақсы ойлап, керемет айналаңызға махаббатыңызды шашатын болсаңыз, бүкіл әлемге шашпас бұрын, енді біздің отбасымыздан басталады. Менің отырған жерімнен, мысалға, менің үйімнің қабырғаларына, немесе мебель жиһаздарға, менің өзімнің махаббатым.
сол кезде жайылған кезде одан әрі үйден шығады, қалаға тарайды, далаға тарайды деген сияқты. Осындай әлемге өзіңіздің махаббатыңызды бере аласыз ба? Осы махаббат бізде өте маңызды. Осы табысты болудың бірден бір кілті деп те айтсам болады. Осы біздің өзімізді жақсы көруіміз, яғни махаббатымызды, жүрегіміздегі махаббатты әлемге шашу, нұр ретінде шашу. Біз айтқан болатынбыз, әйел біз күнбіз деп, біз үйдің жүрегіміз деп. Бұл рас. Өздеріңіз де оны мойындайсыздар деп ойлаймын. Сондықтан бізге мынау тек қана табысты болу деген болу мақсатымыз біздің тек қана мынау ішкі сыртқы әлемде ғана емес, ол біздің ішкі әлемімізде. Екеуі бір-бірімен үйлесімді болған кезде біз табысты бола аламыз. Және де тек қана мынау біз ішкі әлемімізбен жұмыс жасаймыз ғой, сол кезде әрекет ету керек міндетті түрде. Біз осы таңға жүру жұмыстарын, таңға жүру, сонымен қоса мынау жаттығу жұмыстарын жасау дегенді мен әдейі қостым, білесіздер сіздерде. Ол біздің энергиямызды көтереді, яғни біз әрекетке көшеміз. Біз барлығын ішімізде сақтап, ішімізде ғана ойлай берсек, ішімізді ғана байытып, оны әрекетке кіргізбесек әрекет ретінде, ол бізде ешқандай нәтиже әкелмейді. Сондықтан міндетті түрде бұрындар айтушы еді ғой, теория тең практика деп, сол сияқты практика міндетті түрде болу керек. Сіз табысты болу үшін сіз өзіңіздің махаббатыңызды қалай бересіз әлемге, соны сіз көрсету керексіз. Қалай көрсетіп ұсынғыңыз келеді бар әлемге, қаншалықты сіз өзіңіздің махаббатыңызды бере аласыз, немесе пайдаңызды тигізе аласыз. Пайдалы болу, махаббат беру бірдей ғой. Екеуі, яғни сіз пайдалы болған кезде, пайдаңызды берген кезде қоғамға, сіз өзіңіздің махаббатыңызды бірге бересіз. Өйткені ол сіз еркіңізден тыс ешкім сізді мысалға мәжбүрлеп істеткізе алмайды ондай әрекеттерді. Пайдалы болу деген әрекеттерді сіздің еркіңізден тыс былай алып ешкім істей алмайды, істеткізе алмайды. Оны сіз өзіңіздің жан қалауыңыз соған болу керек, соған итеру керек сізді. Яғни бізге табысты болу әйел адамдарға өте керек. Қазіргі 21 ғасыр, бұл ғасыр өте ақпараттардың ағыны көп ғасыр бізде. Көп ақпараттар бізде жан жақтан келеді, керектісі де бар, керексізі де бар. Біз мынау Инстаграм, ТикТок дегендерді ашық қылсақ, неше түрлі адамдарды көресіз. Үлкен, жас, кәрі демейді, барлығы өздерін көрсетіп, ақша жасап жатыр. Шын, ТикТокқа кешке қарай бір ТикТокқа кіріп қарап көрдіңіздер ме өздеріңіз? Прямой эфирға. Прямой эфирді бейтіп бір 5 минутта листать етіп шықсаңыз, сол жерде әлемде не болып жатқанын білесіз. Жалпы Қазақстанда не болып жатқанын білесіз. Қаншалықты адамдардың табыс табуға ұмтылып, сондай бір әрекеттер жасап жатқанын көресіз. Жалпы мен өзім сондай бірінші рет солай ТикТокқа стримға, прямой эфирға шығып қалғанда, мен өзім таң қалдым. Біздің жасап жатқан әрекеттеріміз соның қасында бір жай сияқты болып көрініп қалды да. Өйткені ана жерде адамдар энергиямен беріліп, әңгіме айтып, сол жерде сататын заттарын бәрін сатып жатыр. Яғни бұл біздің қалай айтсам екен, бұл біздің көрші елдерге еліктеуіміз, көрші елдерге еліктеп, олардың техникаларын, әдіс тәсілдерін, инструменттер дейміз сатудағы, соларды пайдалана бастауымыз. Яғни қазір Қытайдан аламыз барлығын біз. Қай жылдары басталды бізде? Осы біз тәуелсіздік алғаннан кейін басталды ғой, Қытаймен байланыс, ақырын Қытайдан заттар келе бастады. Оған дейін ондайлар болған жоқ қой бізде. Мысалға, резиновые тапочки, мысалға, китайский деп жаңадан ең бірінші шыққан кездерде мен есімде сол бізге келе бастағаны, бұрындары ондай бізде болған жоқ. Осы Совет үкіметіндегі аяқ киім шығаратын жерлердегі аяқ киімдерді киетінбіз бұрын. Содан Қытайдан басталды ғой сол кездер. Ал енді қазіргі заманда былтыр алдыңғы жылдардан бері мысалға мынау прямой нелер ашылды ғой бізге, сайттар. Сол сайттар арқылы біз керемет өзімді заказ беремін, көп нәрселерді заказ береміз Қытайдан. Шын мәнінде оларда арзан,
сондай бір мүмкіндікті біз қазір пайдаланып қалып жатырмыз да, Қытаймен бизнес деген сияқты. Ол бізде әлі былай зерттеу бойынша әлі бір 50-ші жылға дейін Қытаймен бизнес өте бір күшті қарқынды дамиды деп айтып жатыр. Өте күшті қарқынды дамиды. Сондықтан бастап кетсеңіздер, қазір бастап кетуге болады деп. Қалып қоймайсыздар олдан. Және де осы міне адамдардың барлығының ұмтылысы, табысты болуға, бірдеңе сатуға. Өзім жалпы ойлаймын, адам егер сіз табысты болғыңыз келсе, бірдеңе сату керексіз деп ойлаймын. Өйткені біз мысалы сіз өзіңіз қызметіңізді сатасыз, немесе өзіңіздің бір заттарыңызды сатасыз. Біз үнемі сатамыз, сату міндетті түрде керек. Өйткені адамның күні адаммен, біріншіден, саудада береке бар дейді. Саудада шын мәнінде береке бар. Бұрынғы кезде біздің ата-бабаларымызда, әжелеріміздің психологиясы бойынша бізді үйретіп тастады, сен мысалға мектеп бітіресің, содан кейін университетке барасың, содан кейін жұмыс істейсің. Яғни сен үкіметке жұмыс істейсің, барасың, бір ақшасы көптеу жерге, немесе бір жақсы мектепке жұмысқа кіресің. Бізде көбінесе мен өзім қарасам, бізде мұғалімдік деген өте көп. Мұғалімдікке барамыз. Басқа мамандықтарды біз қатты көп таңдамайды екенбіз. Біз ауылдан шыққан кезде бізде көбіміз мұғалім болдық. Былай қарап тұрсақ, сол бітірген 10-11 адам бітірдік па, біз 10 адам бітірдік мектепті. Сол кезде соның бір 8-іміз біз мұғалімбіз точно. Қалған 1-2 қыз бухгалтерияға барды, солай барғандары бар. Ал жалпы барлығымыз мұғалімбіз, яғни бізде сондай қоғамда қалыптасып қалды. Мұғалім болсаң, сен аштан аш қалмайсың, тамағың тоқ болады деген сияқты пікір бізде сондай қалыптасты. Содан біздің әжелеріміз не істеді, бізге айтты, соны біздің миымызға құйды, сен мұғалім бол деп. И үкіметке жұмыс істеуді, яғни біз найымда жұмыс істейміз ғой, үкіметке жұмыс істейміз. Бізден мысалы табысымыздан налог ұстап қалады, үкімет біздің. Және де сосын қалған ақшаны біз қолымызға аламыз. Ұстайтындарын ұстап қалғаннан кейін біз қолға ақша аламыз. Сол ақша арқылы біз әрі қарай келесі айға дейін күн көру керекпіз. Бірақ бізге ешкім сол кезде, мысалы мен өзім жұмыс бастаған кезімде айтатын болсам, бізге ешкім айтқан жоқ, маған өзім айтқан жоқ ешкім. Сен қосымша бір табыс тап, немесе мынау қосымша бірдеңе сатумен айналыс деп маған ешкім айтқан жоқ. Қазір мен өзімнің племянницаларым бар. Мысалға 20-дағы, 21-дегі племянницалар, мен оларға міндетті түрде айтып отырамын. Көргенде, кездескенде өзіңе бір сондай бір жұмысың болса да қосымша өзіңе сататын бір нәрсе ойлап тап деп. Өзіңе қолынан келетін косметика сат. Қазір жастардың көп қой сататындар. Косметика сатыпсың болмаса баста деп, сөйтіп мен оларға айтамын, сен опыт жинайсың деп, ақырын үйренесің деп. Сондықтан бізге кезінде олай ешкім ештеңе айтқан жоқ. Біз өзіміз шынымды айтсам, сатуға деген мынау бұрынғы білімімізді сатып жүрдік қой. Бірақ ол бізге қалай? Мынау үкімет белгілеген сумадан бізге артық ақша олар бермейді. Біз бір ай бойы сол бір зарплатаға жұмыс істейміз, барамыз келеміз, сол жұмысымызды істеп келіп отырсақ болды. Яғни біз соған риза болып жүрген болатынбыз бұрындары. Ал қазіргі заманда барлығы қымбаттады. Білесіздер, міне жаңа жылға қарсы тағы да қымбаттайды, доллар қымбаттады. Доллар қымбаттаса, естественно, бүкілі қымбаттайды. Бүкіл тамақ барлығы бізге шетелден доллармен келеді. Сондықтан бізде ол түгілі өзіміздің Қазақстаннан, өзіміздің қаламыздан шығатын өнімдерінің барлығы қымбаттайды. Өйткені олар мынау тұтынуға керекті заттардың барлығын шетелден алады, аппаратуралардың барлығын шетелден алады. Олар естественно бізге қымбат келеді доллармен, Сондықтан біз бір ғана табыспен отыруды мен өзім құптамаймын. Үнемі мен өзімнің марафон барысымда қыздарға айтамын. Бір ғана табыспен ешқашан отырмаңыздар. Сіз бір табыспен баймайсыз. Қаншалықты қаласаңыз да, ақтер көктер болып жұмыс істесеңіз де, сіз баймайсыз. Сіз мысалы бірінші біз мышлениемен жұмыс жасаймыз, бірінші ақшаға деген өзіміздің қатынасымызды өзгертеміз. Ақшаға деген бұрыннан бізде қалыптасып қалған ақша қолдың кірі, мысалы ақшам көп болса, мысалы адамдарға қарамай кетесің деген сияқты түсініктер бізде бар, олар әлі де бар.
сонда бір түсініктермен жұмыс жасау керекпіз. Өзімізде қандай түсініктер бар, сонымен жұмыс жасап, оны керісінше жағына ауыстырамыз, иә. Керісінше, мысалға ақша қолдың кірі дегенді, мысалға жоқ, бізге ақша көп болған кезде біз адамдарға көмектесе аламыз деп. Бұл мысалға шын мәнінде адамдарға біз көмектесе аламыз. Егер біздің артық ақшамыз болса, егер біз көп тауып жатсақ, біз міндетті түрде көмектесе аламыз. Өйткені біздің мышлениеміз өзгереді ғой ол кезде. Біз ол кезде қайырымдылық дегенді, садақа беру дегенді біз әдетке айналдырамыз. Бұл біздің әдетіміз болады. Сол кезде мысалы қайырымдылық жасаған адамдар қандай керемет сезімде болады ғой. Сіз біреуге бір 500 мың беріп көрдіңіз бе, мысалға қайырымдылық ретінде? Миллион бір беріп көрдіңіз бе? Егер беріп көрсеңіз, сіз білесіз. Соны бергеннен кейін сізден ондай керемет энергияңыз көтеріліп, сіз өзіңізді керемет сезінесіз. Өйткені сіз бір адамға көмектестіңіз. Ол жерде 500 мыңның ішінде сіз бір емес бірнеше адамға көмектескен шығарсыз, иә? Сонда кәдімгідей өзіңізді керемет сезім баурап алады. Ал кедей адамдар мысалға айтады, мен бай болсам берем, ақшам жетсе берем деп айтады. Ал бірақ ақшалары өмірі жетпейді, олар бермейді ешкімге. Ондай сезімді олар сезіне алмайды да, біреуге беру деген сондай сезімді. Просто так бере салуды. Сондықтан байлар, олар өте мейірімді адамдар. Сондай өзіміздің психологиямызды өзгерту керекпіз. Олар тәкаппар немесе сондай жадный деп айтып жатады, бізде мынау алдар көседе, сондай ертегілерде айтады ғой, қалай адамдар байларды қалай суреттейді, сипаттайды, и алдар көсе, кедей адамдарды қалай сипаттайды. Шын мәнінде всегда ертегілерде үнемі айтады, кедейлер жақсы адамдар, ал байлар, олар денелері май басқан, жалқау, сондай адамдар деп көрсетеді. Шын мәнінде өмірде біз оларды білеміз. Мен өзім балаларыма қазір ондай ертегілерді айтпаймын. Біздің бір ертегіміз бар, бауырсақ ертегісі. Мен сол кезде осы бауырсақ ертегісінде де бізде мышленияға қатысты бір сөздер бар ғой, мысалы, шал мен кемпір болыпты дейді, сосын олардың үйінде жейтін тамағы болмапты деп, осылай басталады ғой біздің ертегіміз. Сол міне мынау уже бізде мына психологияға балалардың біз, мысалы, кішкентай бала ойлап қалуы мүмкін. Неге тамағы жоқ деп, мысалға, үйінде неге тамағы жоқ, бізде бар деп, мысалы, ойлап қалуы мүмкін ғой. Бұрын мен осы ертегіні кішкентай племянницамыз, қазір 20-21-дегі племянницаларыма айтқанда, сол ертегіні, сонда олар айтатын, бауырсақ, мен сені жеймін дегенде, олар маған айтатын, жемеші деп, сөйтіп айтатын, кәдімгі ертегіге беріліп кетеді ғой олар. Сол сияқты балалардың ойына біз не келетінін білмейміз. Сол кезде мысалға ол шал мен кемпірдің жейтін тамағы болмапты дегенде, олар ойлап қалуы мүмкін, неге жоқ екен тамағы, немесе менде тамақ бар деген сияқты, неше түрлі ойларды ойлайды. Сондықтан мен қазір сол ертегіні айтамын, бірақ мен өзгертіп айтамын. Сол жерде мысалға мен былай айтамын, қызым айтады маған, аю айтшы деп. Сол кезде шал мен кемпір болыпты, олардың үйінде жейтін тамағы көп болыпты, бірақ бір күні шал бауырсақ жегісі келіпті деп, сөйтіп мен баланы қызықтырып, сол бір жерлерін сөйтіп айтамын. Олардың ойлары да басқаша болсын, олар да біздің кезіміздегі мысалға кедейшілік деген немесе жоқшылық деген ауылда өзімізде болды ғой, бұрынғы кезде біз кішкентай болғанда свет болған жоқ, қаншама, 1 сағат, 2 сағатқа беретін. Ол сол біздің санамызда қалыптасып қалды. Солай кедейшілік деген сондай біз оны бір шетін көрдік қой. Соны біз сезінеміз, өзіміз кәдімгідей қалыптасып қалғандықтан біз онымен жұмыс істеу керекпіз. Осындай міне мышлениялармен көп жұмыс істеу керекпіз. Сол кезде біздің ойымыз өзгереді, біздің санамыз кеңейеді, ақша табуға деген ұмтылысымыз да көбейеді, және де біздің сұранысымыз да көбейеді. Күнделікті өмірдегі біз бұрынғыдай мысалға тамақты бұрынғыдай жегіміз келмейді. Біз тағы да мысалы тағамның ішіне дәмді, мысалы, ірімшіктер, күнде ірімшік жеймін деп, мысалы, голландский сыр, мысалы, пайдалы дейміз, оны күнде жеймін деп, күнде біз ала алмаймын, мысалы, өз басым мен күнде ала алмаймын оны. Ол өте қымбат, бір кусогын аласың, бір кусогын бізде бір келгенде, сол бір жерде, бір 2-3 минуттың ішінде ол жоқ болып кетеді біздің үйде, мен балаларыммен. Сондықтан біз ондайға көп, мысалға, өзіме мүмкіндік бермеймін да ондайларды. Сондықтан сондай бір өмірге былай өтіп кетуге өзімізге мүмкіндік беру керекпіз. Яғни ол бізге табысты болу арқылы келеді. Біздің запростарымыз табысты болған кезде көбейе бастайды, біздің. И сол запросымызға біздің
ақша да келеді, соншалықты келеді. Қаншалықты біз қалаймыз ақшаны, соншалықты ол бізге келеді. Бірақ сол алла тағаладан біз сұраймыз ғой, үнемі дұға етеміз, иә алла тағала маған осындай мүмкіндік берші деп табыс табуға не істесем болады. Мен сондай бір запрос мысалы менде өзімде болады. Алла тағала бізге соны жібереді, мысалы мүмкіндіктерді, міне былай істе деп. И сол кезде біз оны көре білу керекпіз. Мен үнемі алла тағаладан сұраймын, сол мүмкіндіктерді көруге маған мүмкіндік берші деп. Сондай бір ашылатын мүмкіндіктерді алдымда көруге. Өйткені біз күнделікті өмірде мысалы просто мысалы мүмкіндік бер деп сұрасаңыз, сіз күнделікті өмірде біздің күнделікті күйбің тірліктің ішінде сіз ол мүмкіндікті көрмей қалуыңыз мүмкін. Алла тағала жіберіп тұр ғой сізге мүмкіндік деп. И біз оны көрмей қалуымыз мүмкін. Сол мүмкіндікті. Сондықтан алла тағаладан сол мүмкіндікті көруге мүмкіндік берші деп мен сұраймын үнемі. Үнемі алла тағала бізге жібереді сол мүмкіндікті. Ол бізге былай сезіндіреді ішімізде. Сол бізге мүмкіндікті көрсетеді. Егер сіз сұрасаңыз, ол үнемі ол негізі осы сұрау дегеннің алла тағаладан сұраудың өзінің бір діни жолдарда айтылатын техника ретінде қолданылады екен. Мен оны жуырда білдім. Мінәжат деп аталады. Мінәжат. Яғни мінәжат ету дегенді мен бұрындары түсінбеппін. Яғни бұл біздің алла тағаладан сұрауымыз екен. Сол қалай сұрайсың, соның арнайы өзінің жолы да бар екен. Сұрағанға дейін не айту керек, сұрағаннан кейін не айту керек деген сияқты. Мен оны міне жуырда білдім. Жалпы мен өзім ол мінәжат дегенді білмеген бұрын, мен сол алла тағаладан солай сұрайтынмын. Солай мүмкіндік бер, осы бір жағдайда мені оңай, жеңіл шығарып жібер деген сияқты сөздерді үнемі айтатынмын. Бұл бізге керек, бұл ішкі біздің мынау қуатымызды, ішкі қуатымызды көтереді. Біздің Алламен байланысымызды жоғартады. Мен айттым, мына жоғарыдағы біздің Алламен байланысымызды жоғары жақта жақсартады. Осындай дұға тілектер бізде өте көп көмектеседі. Яғни бұл да сенім, уже бізде қалыптасып қалған сенім. Яғни оның мен бірақ пайдасы болғаннан кейін ғана сіздерге айтып жатырмын. Әркім өзі эксперимент жасап көру керек. Сіз мысалға табысты болуға өзіңізге қаншалықты запрос қоясыз? Мысалға мен мұншама ақша табамын айына деп өзіңізге қойсаңыз, содан сұрайсыз алла тағаладан, мысалға маған мүмкіндік бер деп, сол қаншалықты мүмкіндікті көретін мүмкіндік бер деп. Содан алла тағала сізге жібереді ғой, былай істе деп. Сол кезде сіз соны әрекет ету керексіз. Сол кезде сол мүмкіндікті пайдаланып, оны мысалға дұрыс па, дұрыс емес па, адамдар ала ма, алмай ма деп мынау мидың таразысына салмай, біз сол бірден іске кірісіп кету керекпіз. Сол кезде біз біріншіден өзіміз опыт жинаймыз, екіншіден кері қайтуға ылғи мүмкіндік болады. Мен солай айтамын адамдарға. Бастап кетуге адамдар қорқады. Көп адамдар қорқады. Мысалы, идея келді, бастап кете алмайды. Ал кері кетіп қалу, мысалы, сіз оны жасап көрдіңіз, сізде не получается, мысалға, қолыңыздан келмей жатыр, сіз ойлағандай болмай жатыр, бірақ кері қарай кетіп қалуға мүмкіндік үнемі болады, үнемі. Сіз оны жасамай тастауға сізде мүмкіндік болады. Бұрын кездегі артымызда Москва тұрған жоқ, бізде шегінуге жол жоқ, артымызда Москва тұр деген сияқты, біздің артымызда Москва тұрған жоқ. Ол мүмкіндік сізге опыт жинайсыз, содан. Сосын сіз уже басқа бірдеңе, ол сондай мүмкіндікті келесі жолы сіз басқаша істейсіз. Сол өзіңіздің бір жасаған қателігіңізден өзіңізге сабақ аласыз. Ең бастысы сол бастап кету. Міндетті түрде сізге қандай да бір идея келді ма, соны бастап кетіңіз. Ешкімнен сіздермен сөйлескен болатын, айтқан болатын, бізге ұят болады деген ойдан арылу керек. Ондай заманнан біз өтіп кеттік. Біз енді алдымыздағы балаларымызды барлығын болашағымызда өздеріне сенімді, ойларын айта алатын, айтқысы келіп тұр ма айта алатын, және де оның айтқан ойларын жан-жағындағы қоғам, мысалға біздің қазіргі қоғамда талқылайды ғой, ойымды не айтып тұр, не істеп тұр деген сияқты. Сондай талқыламайтын, жан-жағындағы адамдар оны солай талқыламайтындай біз қоғамға жету керекпіз. Ұят болады деп, ана қасындағы адамдарда сондай сезімде болмайтындай. Оларда ұят болады деген сезімнен арылып, істегісі келген, мысалға, ережеден тыс ештеңе істемейміз ғой, әрине. Ережеге бағынып, сол бір ереже бойынша істеген дұрыс деп ойлаймын.
Яғни сіз егер табысты болғыңыз келсе, онда бір жалақымен отырмаңыздар. Қандай мүмкіндік бар? Соның барлығын пайдаланып көріңіздер. Жалпы менің бір жерде оқығаным бар, табысты адамдардың кем дегенде 5 табыс көзі болу керек. Яғни сізге жан жақтан ай сайын 5 жерден ақша түсіп тұру керек. 5 жерден. Бұл енді кем дегенде 5 жерден. Соны сіз өзіңізге бұл қалай айтса екен, жалпы мен өзім бұл психологияны өзім жай ойлаймын. Жалпы адамдарға былай әрекет етуге итермелеу үшін солай ойлап тапқан шығар деп ойлаймын. Өйткені сіз бір табыспен отыра берсеңіз, ол сізге жетпейді ғой әрине, иә? Егер сіз мүмкін 10 миллион тапсаңыз қазір ай сайын, немесе 1 миллион дейік, 1 миллион тапсаңыз, сіздің запросыңыз күнделікті жейтін тамақтарыңыздың барлығы сол 1 миллионға барып қалады. Сіздің шығындарыңыз да сол 1 миллионға барып қалуы ғажап емес. Өйткені біз өзіміздің күнделікті өмір салтымызды жақсартқымыз келеді. Мысалға қазір кеше біз уборканың бәрімен уборка істеп жатып, өзіме сондай бір алдыма бір жаңадан бір мақсат пайда болды, менде арман. Неге осы уборканы, мысалы, клининговый компанияны шақырып сеткізбеске, иә? Жуып тазалап беріп кететін компаниялар өте көп қой, қазір бізде де бар. Соны шақырып сеткізбесе де, мысалы, қаншама энергиямды құрттым, иә, сол үй тазалауға, сосын мысалға одан кейін тамақ пісіруге, мысалға, иә, көп энергиям кетті. Сонда мен өзім ойладым, неге біз сондай өмірді қаламасқа деп. Неге мен үйім үлкен, бұдан да үлкен болса, содан кейін мен солай, мысалы, аптасына 1 рет болсын, қыздарды шақырып, сол сеткізіп, солар ақшасын төлесем, ал мен өзімнің керекті, мысалы, рухани дамуыма, өзімнің дамуыма керек нәрселермен айналыспасқа деп, сондай өзіме бір арман пайда болды да, кеше жұмыс істеп жатқан кезде. Тоңқайып бүйтіп жұмыс істеп жатқан кезімде, пол жуып жатқан кезімізде, именно сондай бір ойлар келді маған. Шын мәнінде біз егер осы менің ойыма келсе, осы бір ой, яғни үйді біреуге жинатып тазалату деген, яғни ол мүмкін болады. Мүмкін ол бір 5 жылдан кейін, мүмкін 5 жыл емес, 3 жылдан кейін сол ой орындалады. Өйткені менің ойым басқаша болып кетті, көрдіңіз бе? Мен өзгердім. Мен ойладым, неге солай істемеске? Яғни мен сондай дәрежеге жету үшін сондай мүмкіндіктерді іздеймін да енді мен әрі қарай. Чтобы менің үйімді біреулер тазалау үшін, мен үйім үлкен бір үй болғанын қаладым, иә, ішімден. Балаларымыздың бөлмелері барлығы бөлек болсын деп. Сондай бір ой кеп қалды маған осы. И мен соған қарай мүмкіндіктерді іздей бастаймын енді. Чтобы мен сондай бір дәрежеге жету үшін, мен барлық мүмкіндіктерді қарастырып, соған қарай қимылдаймын, яғни әрекет етемін. Сол сияқты кез келген адам өзінің дәрежесін, қазіргі отырған жеріміз бізде уже зона комфорта, иә? Бұрынғы кезде мен мысалы общежитиеда отырдым ғой бұрындары, осыдан бір 7 жыл бұрын. Сол кезде ол бізде зона комфорта болған. Одан мен шыққым келді, иә? Мен шығып сол зона комфортадан квартираның өмірін сүргім келді. Квартирада тұратын адамдардың өзімнің подъездіме бүйтіп лестницамен көтеріліп кетіп бара жатқанымды елестететінмін. Менің подъездім деп, өзімнің подъездіме кірген кезімде тың-тың деп кнопкаларын басып, домофонды. Сондай бір квартираның есігі менікі ғана деп. Мысалға общежитиеда олай емес қой, бір есіктен кіресің, ішінде 5 есік, біздің секцияның ішінде. Сонда өзім ойлайтын, менің ғана кіргенде бұл комнаталар менікі ғана болатын. Сондай бір дәрежеге жеткім келіп жүрді. Яғни мен оған жеттім. Сол зона комфортада мен өзім қазір ойласам, мен сол зона комфортада ұзақ отырып қалдым. Мен мысалы 7 жыл деп айтып тұрмын ғой, мен үлкен бір арманым орындалды да, мен ана ұсақ-түйек армандарға өзім назар аудармай қалдым. Яғни мен үлкен бір арманымды орындадым. Мен қалай орындалатын барлығын сіздерге айттым ғой, қалай орындалғанын барлығын. И соны барлығын мен басқа армандарыма қолданбай қалдым. Мен сол кезде мен үлкен бір арманым орындалды да, мен миыма мысалға басқа сигнал бермедім мен. Сол кезде мен өзім қазір ойлап отырсам, мен сол зона комфортада мынау ұзақ отырып қалдым. Мен яғни 7 жыл отырмын осы жерде. Ипотека жауып алайық дедік, анау мынау дедік. Сөйтіп мен өзімнің ұзақ отырып қалғанымды кәдімгідей сеземін бір жерде. Ұзақ отырғанымды. Яғни мен әрі қарай өсуді, дамуды әрі қарай қолға алмай, сол бір дәрежеде отырып қалдым. Енді мен қазір 2 жылдан асты, осы өзімді өзгертем, дамым, қозғалып, әрекет етіп жатқаныма Аллаға шүкір, оның нәтижелері де бар.
Биыл өздеріңіз білесіздер, шетелге шығып келдік, жолдасым екеуміз. Жолдасымның табысы артты. Мен ол техниканы өткен марафонда қыздарға берген болатынмын, Гүлнұр ханымдар, білесіздер қалай болғанын барлығы. Яғни бұл менің әрекетімнің нәтижесі уже бар, мен оны көріп тұрмын, сезіп тұрмын. Яғни біз сол өзіміздің, егер біз әрекет етсек, біз соны сеземіз. Мына жеріміз кәдімгідей сеземіз. Біздің инстинкт бар ғой бізге, ішкі түйсігіміз. Сол түйсік арқылы сеземіз барлығы болып жатқанын. Ал егер бір нәрсе дұрыс болмай жатса, сіз ойлағандай, ол кезде бізге осы күнделікті жетістігімізді жазу деген сияқты, біздің арманымызды жазу деген техникалар бізге көмектесу керек. Өйткені біз өзіміздің сенімділігімізді сол арманымызға, сол бір жетістікке жететінімізді сену керекпіз. Сонымен міне мен өзімде жаңадан бір арман пайда болды деп кеше өзіме ойлап қойдым. Солай біреулерге үй жинатамын деген. Яғни біздің запросымыз көбейе береді. Ақшамыз көбейген кезде біздің запросымыз да көбейеді. Біздің қалауларымыз да көбейеді. Яғни біз жақсы өмірге, адамдарға көп көмектескіміз келіп тұрады сол кезде. Өйткені бере аламыз ғой, біз бере аламыз. Біз өзіміздің тек қана махаббатымызды ғана беріп қоймай, біз материалдық жағынан да көмектесе аламыз адамдарға. Бұл деген өте керемет. Сол бір сезімді сезіну, адамдарға көмектесу деген ол өте керемет. Яғни біздің ақшамыз беретін біреу үшін береміз ғой, біз сол ақшамыз бізге Алла тағала бізге біз одан мысалы қайырымдылық жасаған кезде біз одан күтпейміз, бізде ожидание болмайды. Сен маған сол ақшаны қайтар деп, немесе сол ақша маған қайтып келе ма деген сияқты ожидание болмайды. Сол кезде Алла тағала бізге оны 10 есе, 20 есе көбейтіп бізге қайтарып жібереді. Ол міндетті түрде болады. Оны біз басқа адамдар арқылы аламыз. Сондықтан күнделікті бізге, мысалға біз қарапайым адамдар, біз, сіз деген сияқты, қатты біздің табысымыз өте көп емес. Сол кезде бізге ай сайын 5 табыс көзі болу керек дедім ғой. Сол кезде бір 10 мың, ай сайын бір 10 мың тым болмаса, 15 мың сізге әкеп тұратын бір табыс көзі болса, соның өзі сізге кәдімгідей жеткілікті болады. Өйткені сол 10-15 мыңды сіз можете сақтап қоюға, мысалға, жинап бастауға, 10% айтады ғой, табыстың 10%-ін жинау керек деп. Бай адамдардың барлығы осы техниканы қолданады. Оны сіздер де мүмкін жасап жүрген шығарсыздар. Барлығы біледі, бірақ істейтіндер өте аз. Көп адамдар біледі. Қазір ақпараттың заманы ғой, табыстың 10%-ын жинау керек. Бүкіл үйге келетін табыс, мысалы, неше мың сіздің үйіңізге келеді, неше миллион келеді. Соның 10%-ын жинау керек деп. Осы жинау керек деп айтады. Жалпы бір ережені мен өткенде оқығаным бар. 10%-ын жинайсың, 10%-ын налог төлейсің, 10%-ын қайырымдылық жасайсың, қалған 70%-ы оның ішінде 10%-ын өзіңе саласың, өзіңе керектіге, қалғанын күнделікті өмірге қалдырасың. Осындай бір системалар өте көп бізде. 50-50, 70-30 деген сияқты формулалар өте көп. Оны бірақ білетте адамдар оны қолданбайды. Шын мәнінде Вавилондағы ең бай адам деген кітапты оқысаңыздар, сонда осы 10%-ын жинап, еңбегінен, өзінің табысынан, соны байыған адам. Солай байыған. Яғни 10%-ын жинап, сосын ол кішкене қомақты ақша болған кезде оны инвестицияға салған, яғни бір бизнес бастаған, солай ол ақшаны яғни көбейткен де, бір келген тұрған ақшасын үнемі көбейтіп отырған. Сондықтан күнделікті өмірде бізде мысалға онлайнның заманы, білесіздер, онлайн өздеріңізге сондай бір ұнайтын, жүрегіңізге жақын бір әрекет тауып алып, адамдарға көмектесу мақсатында, сондай іс-әрекеттерді істеу арқылы да өзіңізге ай сайын бір табыс көзін аша аласыз. Ол да Инстаграм арқылы болсын, TikTok арқылы болсын, қазір адамда YouTube болсын, барлығынан мүмкіндіктер пайдаланып жатыр. Мысалға, YouTube-ты да көп адамдар қолданады. Бізде Қазақстанда да біраз адамдар көздері ашылды, YouTube каналын тек қана өздері қарап отырмай, ол арқылы табыс тауып жатыр. Шын YouTube ақша төлейді, бірақ сіз онымен кәдімгі жұмыс сияқты қарау керексіз оған,
кәдімгі жұмыс сияқты, ол да тиктокта кәдімгі жұмыс, мынау инстаграмда отыру жұмыс істеу да, ол кәдімгі жұмыс. Сіз оған бір 2 немесе 3 сағатыңызды арнамасаңыз, ол ақырын жүрмейді, баяу жүретін болады немесе. Жалпы бізде осындай бір психология болу керек. Адамдар сондай бір табысты болған кезде мынаны түсіну керек та, мысалы, табысты болып өзінің көп ақшасы болу үшін қазір 24-ке неше сағат жұмыс істей алады. Мысалы, 24 сағаттың ішінде өзіне 1 сағат қана жұмыс істеймін, 2 сағат қана жұмыс істеймін деп қазір біз өзімізге солай қоятын болсақ, ол біздің табысымыздың жетістігіміз алыстап кетеді. Біз күніне мысалы 2 сағат қана жұмыс істесек, өзіміздің армандарымызға қарай, иә, ол біздің арманымыз да, біздің табысты болуымыз да алыстап кетеді, иә. Бізде өміріміз қатты ұзақ өмір сүрмейміз ғой біз. Сондықтан біз оны тездету керекпіз. Тездету үшін біз, яғни 24 сағаттың ішінде біз неше сағатын, 12 сағатын мүмкін сол жұмысқа арнаймыз, иә. Яғни біз мүмкін 3 жыл немесе бір 4 жыл максимум сол бір 12 сағатымызды жұмысқа арнасақ, өзіміздің жұмысымызға, кейін мысалы 5-ші жылы, 6-шы жылы сіз солай табыс уақытыңыздың бір 2 сағаттың ғана, аптасына мүмкін 2 күн ғана сіз жұмыс істеуге сонда мүмкіндігіңіз туады. Яғни ол күнді де біз жоспарлау керекпіз. Мысалға сіз айтып отырмын ғой, қазір біз көп жұмыс істейміз, яғни бар күш жігерімізді саламыз, бірақ зона өзіміздің істей алатынымыздан артық күш салмаймыз, иә, мысалға. Ол қалай деп айтқан, мысалы, тамақ ішіп жүрдік, мысалы, ақша жинаймын деп, сіз тамақтың құнарлығын төмендетіп жібермейсіз, иә. Бұл өзіңіздің мынау күнделікті өмір салтыңызды нашарлатпайсыз. Тамағыңызды жақсартпасаңыз, оның сапасын төмендетпейсіз. Яғни оны міндетті түрде төмендетуге болмайды, ол өзіңізге де минусқа кетіреді. Сондықтан біз мынау болашақта бір 2 күн ғана жұмыс істеп, немесе күніне 2 сағат қана, 3 сағат қана жұмыс істейтіндей мүмкіндікке жету үшін біз қазір бар күшімізді салу керекпіз. Яғни еңбектену керекпіз, іздену керекпіз, адамдармен араласу керекпіз. Содан кейін бар өзіміздің услугамыз қандай бар, соны сату керек. Услуга болсын, зат болсын, міндетті түрде барлығын көру керекпіз, істеу керекпіз. Сол кезде біз ендігі бір келесі 5 жылда біз уже күніне 1 сағат, 2 сағат, немесе тіпті аптасына 2 күн ғана, осындай жұмыс істейтін мүмкіндікті өзіміз жасап аламыз. Соған мына ұзақ мерзімді жоспар қойған кезде өздеріңізге соны ойларыңызға кіргізіп қойыңыздар. Мен солай жасаймын деп. Мен қазір әрекет етемін, қазір мен бәрін жасаймын қолымнан келген. Өйткені біз қазір жаспыз, біздің күш қуатымыз бәрі бар. Енді бір 5 жылда мен солай шетелде жүріп, демалып жүріп, мысалы, прямой эфирларымды өткіземін деген сияқты. Қазір көбі солай істейді ғой. Яғни оған ақша келіп жатыр. Ол прямой эфир өткізген үшін оған ақша келеді, мысалға. Сол сияқты сіз өзіңізге сондай бір мақсат қойып алу керекпіз. Біз бір арман ойлаймыз, сондай бір арманымызды қиялдап, оны мақсатқа айналдырамыз. Сосын соған қарай әрекет етеміз. Яғни біз қазіргі уақытымызды әрекетке саламыз, көп әрекетке істейміз өзіміз. Содан кейін бір 3 жылдан кейін, 5 жылдан кейін біз сол әрекетіміздің нәтижесінен рахаттанамыз. Нәтижесін алғаннан кейін. Ол міндетті түрде болады. Біз қазір әрекетті бастасақ, істеп жатырмыз міне, тоқтамай, жетілдіріп, мысалы, 1 айда былай істедік, келесі айда тағы қайталаймыз сол әрекетімізді, бірақ ол әрекетті жетілдіреміз, дәл сол сияқты өмір ешқашан қайталанбайды. Мен мысалға марафон өткізіп жатырмын ғой, 4 айда мен 4 түрлі өткіздім. Бір қалыпты, мысалы, бір ақпаратты ғана берген жоқпын. Ақпарат күнде өзгереді бізде, ақпараттар. Сондықтан бір қалыпты ғана қалып, ол ескіліктің ойы, ескі ой. Біз үнемі ізденіп тұру керекпіз. Өмір бізге солай талап етеді ізденуді. Жетілдіріп отырамыз, өзіміздің қабілетімізді жетілдіреміз. Бірдеңені үйренеміз. Неме керек бізге? Соны үйреніп аламыз, курстар оқып аламыз. Қазір көп қой ақшам болса, яғни қымбат еместерінде алып бастап жүруге болады. Міндетті түрде
сіз қазір өзіңіз табысыңыз 200 мың болып тұрса, сіз бірден 2 миллионды тауып кете алмайсыз ғой, ол нереально, иә. Бірден 2 миллион тауып кету үшін сіз сондай бір сол 2 миллионға тұратындай әрекет ету керексіз. Жуырда мен бір блогер қызды қарадым, сол қыздың айтып отырғанын тыңдап отырып, сонда ойладым, шын мәнінде солай ау деп. Мысалға сіз 1 миллион қалайсыз ба, сол 1 миллионға 1 миллион әрекет жасау керексіз. Сіздің әрекетіңіз тең болады сол ақшаға, тең болады. Яғни сіз 10 миллионға қалайсыз ба, сіз сол 10 миллионға 10 миллион әрекет жасау керексіз. Сонда ғана сіздің табысыңыз да көбейеді, сіздің деңгейіңіз де жоғарылайды. Мен соны кәдімгідей сол сөзді тыңдағанда ойланып қалдым, шын мәнінде солай ау деп. Егер біз қазір 100 мың немесе мысалы мен 500 мың теңге қалайтын болсам, бір айда 500 мың теңге табамын деп өзімнің табысымды есептейтін болсам, яғни мен соған 500 мың әрекет ету керекпін. Бұл мен өзім бұл психология дұрыс деп санаймын. Өйткені мысалға тиыннан жиналады ғой ақшада, иә, 1 теңге, сол 1 теңгелер көбейеді, 500 мыңға барады мысалға, иә. Сол сияқты біздің әрекетіміз, каждый әрекетіміз сол бізді 500 мыңға апарады. Сол психологияны егер сіздер келіспейтін болсаңыздар, онда комментарийға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Осы жерде тыңдап отырған кезде сақтап қоямын YouTube каналымда. Осы психологиямен келіспейтін болсаңыз, неше мың тапқыңыз керек, неше миллион тапқыңыз керек, сонша әрекет ету керек деген. Сол ойыңызды жаза кетіңіз міндетті түрде. Мен оқып қуанып қаламын сіздердің жазғандарыңызды. Жалпы менің YouTube каналымды көріп отырсаңдар, міндетті тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, және де керек достарыңызбен, өзіңіз таныстарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар да болады. Яғни бұл менің айттым, өткенде осы марафон бастағанда айтқан болатынмын, YouTube каналымды қолға алып, оны да монетизацияға шығарғым келеді деп. Сол бір мақсатта мен ақырын сол YouTube каналыма да ақпараттар салып отырамын. Жалпы ол жерде менің бұрынғы нелерім шығады, рецепттарым, ол ақырын уақыт келеді, сол кезде мен олардың барлығын удалить етіп тастаймын, яғни таза сол өзім дамуға, жетістікке, энергияға байланысты ақпараттар салып отырамын. Сол міне осы мен бүгінгі айтқым келгені сіздерге, бай болу техникасын мен сіздерге, бай болу дұғасын мен сіздерге беремін деп айтқан болатынмын осы марафонға қатысқандарға. Осы дұғаны мен сіздерге кешегі қорқынышты да жазамын, оны да қорқынышпен жұмыс істеу, сосын бай болу дұғасын сіздерге бүгін телеграм каналға салып қоямын. Бүгін бізде предпоследний день, ертең аяқталады біздің марафонымыз. Кеше аяқталу керек болатын, біз 2 күнде бізде прямо эфирға шықпадым мен жағдайыма байланысты. Сондықтан біз оны әрі қарай создым. Дүйсенбі, сейсенбі 2 күн осыны жасап, алашысы аяқтап тастаймын деп. Өзіме солай сөз бердім да. Өткенде денсаулығыма байланысты, балалардың денсаулығына байланысты шыға алмай қалған болатынмын. Жалпы бүгінгі міне әңгіме сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бір адамға ой салып, өзінің табысын арттыруға ұмтылып, әрекет етіп кетсе, ол мен қатты қуанамын. Сіздерде қандай да бір өзгерістер болып жатса, немесе сондай бір өзгерістердің болатын деп сезіп тұрсаңыздар, менімен бөлісуге ұмытпаңыздар. Мен сіздердің әрбір айтқан сөздеріңізге, сондай бір жылы сөздеріңізге қуанамын. Кәдімгідей оны мен Инстаграмда бөлісемін, өзімнің оқырмандарыммен бөлісемін. Сондықтан ондай ойларыңызбен жасырып қалмаңыздар, міндетті түрде бөлісіңіздер. Бөліскен кезде өздеріңізге де керемет бір сезімдер болатыны сөзсіз сіздерде де. Сонымен табысты болу туралы айттым сіздерге, бай болу формуласын, дұғасын сіздерге беремін. Жалпы байлықты біз тек қана ақша деп қарамайық, байлық біздің мына ішкі дүниемізде. Біздің ішкі әлеміміз, мына жеріміз тыныш болған кезде, ішкі әлемімізде бір керемет бір баланс орнаған кезде біз өте бай боламыз. Сол кезде біз мейірімді, махаббатты адамдарға шашамыз, и сол Алла Тағала бізге сол қаншалықты біз береміз әлемге мейірімді, соншалықты бізге Алла Тағала да жақсылықты, бүкіл біздің ойларымыз қанша ойлаймыз, қандай ойлар, соның барлығын бізге
армандарымыздың барын орындалуын үйіп төгіп бере салады. Ол шын. Ол уже дәлелденген, ғылыми түрде де дәлелденген, мен сіздерге айтқан болатынмын, иә. Жазған, сезінген армандар ғылыми түрде дәлелденген 42% орындалады. 42% уже дәлелденген орындалады. Ғылыми түрде жазған біздің сезінген арман, визуализация жасап, сезінген армандарымыз 42% орындалады. Яғни ол орындалмайды емес. Мысалы, ол андай біреудің ойлап тапқан сондай әңгімесі емес, ертегі емес ол. Ол шын мәнінде солай болады. Оны өздеріңіз де мүмкін көрген шығарсыздар, осы жасқа дейін түрлі армандарыңыз орындалды ғой, орындалмаған болмаған шығар. Бірде-бір арманы орындалмаған адам болмады деп ойламаймын мен енді. Ұсақ түйек болсын, барлық орындалып жатыр, иә. Үлкен армандарға өзіне уақыт керек. Оған да уақыт керек. Бәріне уақыт керек. Бірден ана секрет фильмде айтады ғой. Мысалы, сіз піл туралы ойлап жатсаңыз, сіздің қасыңызға бірден піл атып шықса, иә, қасыңызда, сіз өзіңізге бір ыңғайсыз жағдайлар туады деп. Сол сияқты біз ойладық, ол бірден сразу орындалмайды. Оған уақыт керек. Уақыт, мынау біздің ойымызбен, мынау өмірдегі материалды жағдайда орындалуына қандай да бір уақыт керек. Ең бастысы біз дұрыс ойлау білу керекпіз. Енді бүгінгі эфирімді аяқтаймын сіздермен. Бүгінгі мереке күні сіздермен бірге маған келіп, Гүлнұр ханым, сізге көп рахмет. Мереке күнінде осылай уақытыңызды бөліп, көп адамдар ұйықтап та жатқан шығар, біздің ханымдарымыз, иә. Жақсы ұйықтаса, ұйқыларын қандырып алсын. Эфирімді көре жатар, міндетті түрде сақтаймын деп, осы сақтап қоямын деген ниетімнің өзі мен дұрыс болады деп ойлаймын. Себебі көріп тұрсыздар, қаншалықты адамдар ниеттеніп ұмтылса да, кейбір адамдар нәпсіге беріліп кетеді, күнделікті өмірлерін өзгерткілеп келіп, қанша ұмтылса да, кей кезде олар нәпсіге беріліп қалып қояды, иә, сол істемей қалады да, сол әрекеттерін. Ол адамның уже ерік жігеріне де байланысты. Сіздің ерік жігеріңіз мықты болса, мен жетем, өмірден жетем, мен армандаған ойыма жетем, қалағанымды алам деген сияқты ұрып тұрсаңыз, энергияңыз, сол кезде сіз барлығы сізде болады. Дәл сіз қалай қалайсыз, солай болады. Дәл солай. Сондықтан осындай бір немен, ұранмен өздеріңізде жүріңіздер. Қалағанымды алам, дегеніме жетем деген сияқты ұранмен жүріңіздер өздеріңізде. Таңертең осы ұйқыды қиюдан басталады ғой соның барлығы. Сондықтан дегенмен мен ешкімге ренжімеймін. Керісінше осы менің YouTube каналымды қарап, сол жерде мысалы лайк қалдырып, комментарий жазған қыздарға да өте рахмет айтамын. Себебі олар таңертең тұрмаса да, тым болмаса осы менің записімді қарап, өздеріне жазып жатқан да қыздар бар. Кеше Эльмира ханым жазып жатырмын деп айтып жатыр. Сол қуанып қалдым өте. Себебі жазып қолдану, ол әрекет етуді басталып жатыр да, әрекет басталып жатыр деген сөз. Сондықтан әрекет етуді тоқтатпаңыздар. Бізге энергиямен, осы әрекетпен келеді ақшаның барлығы. Біздің табысымыз да, біздің бақытымыз да осы қозғалыста, әрекетте. Сіздерді көргеніме тағы да қуаныштымын. Мереке құтты болсын, еліміз аман болсын, жеріміз тыныш болсын. Әрдайым не ойлаймыз, қандай арманымыз бар, барлығы орындалсын. Және де сол бір сәттерден ләззат алып, бақытты өмір сүрейік. Бақытты, қуанышты күндерде өмір сүрейік. Қоштасамыз сіздермен. Рахмет сіздерге. Записьті тоқтатайын.